көтеріп киіңіздер. Бізде рұқсат етпейді. Бәрімізді отырғанда киіп отырыңыздар. Енді мынау ардагерлер кеңесінен тағы да келетін кісілер бар деді, бастай берейік. Ақырын кіріп отыра бере болады. Үш болды, бастай беру уақытында. Қонақтар, оқырмандар, бүгінде демократиялық саясаттың әуелгі фактор ретінде отбасылық құндылықтарды халық санасына сіңіру мемлекеттік міндеттердің бірі болып табылады. 2013 жылы Қазақстан елбасымыз Нұрсұлтан Назарбаевтың Қазақстан Республикасында кәсіптік және өзге де мерекелер туралы заңға өзгертулер туралы жарлығына сәйкес қыркүйек айының 2-ші жексенбісі отбасы күні болып белгіленген болатын. Отбасы күні еліміздегі мерейлі мерекелердің бірі. Оны атап өту бірнеше жылдан бері дәстүрге айналып келеді. Мұндағы мақсат отбасылық құндылықтарды нығайту. Ата заңымызда мемлекеттің басты қазынасы адам мен оның өмірі деп атап көрсетілсе, ал отанның өзі отбасынан басталады. Отбасы адам баласының өсіп өнер қаздырып қанат қағар ошаққасы алтын бесігі ғана емес, ол шағын мемлекетте. Сондықтан да жанұяның әрбір мүшесінің қоғамда өз орны бар. Баршаңызды осы отбасы күнімен құттықтаймын. Бүгінгі біздің құрметті қонақтарымыз биыл шаңырақ көтерілгеніне 2 жыл толып отырған алтын той иелері Серікбай Бәриұлы аға мен Нағима Мүслімбекқызы апай және немересі Диас қатысып отыр. Қошеметтеріңіз. Ұрпағын қанаттыға қақтырмай, тұмсықтыға шоқыттырмай ер жеткізген ардақты ата-ана бүгінде ұрпағының қызығы мен қуанышына бөленіп отырған өнегелі отбасы. Серікбай аға өмірін домбырамен байланыстырған ардагер ұстаз, Қазақ ССР-ның халыққа білім беру ісінің үздігі, Ыбырай Алтынсарин медалінің иегері төсбелгісінің, облыстық ардагерлер кеңесінің құрметті ардагері, белгілі күйші, өнер колледжіндегі қазақ халық аспаптары бөлімінің негізін қалаушылардың қатарында болып, алғашқы домбыра сыныбын ашқанда Серікбай аға. Қаламыздағы көптеген қазақ мектептерінде домбырадан сабақ берген білесіздер, немерелеріңіз оқыған шығар. Атасының жолын жалғап отырған немересі Диас Серікбай өнер колледжін бітіріп, биыл емес 2-ші курста біздің Манаш Қозыбаев атындағы Солтүстік Қазақстан мемлекеттік университетінің студенті. Сөз кезегін енді қонақтарға берейік. Біз сұрақ арқылы сөзді ағаны тартып отыр деп өз сұраған. Сондықтан енді алғашқы сұрағымды қойып, ары қарай шарамызды жалғастыра берейік. Серікбай аға, сіз үйлену тарихыңызға тоқталсаңыз, Нағима апамен қалай таныстыңыз және ол қандай ерекшелігімен сізге ұнады? Ең алдымен Нағимамен кездескеннен бұрын оны мен алғашқы скорында айтайын. 1956 жылы естіге жатыр екенмін. Мына баяғыда шолақ сақы болатын. Сол шолақ сақының бұзау, қозы, ұяқ болатын жерлері бар дағы. Сосын шолақ сақының үстінде лестердің кебелі болатын. Сол кебелінің орнында
Atım Nağima dedi. Endi özüm tünüm orta gezdim. Menin Nağima degen 39 yılı qarindasım var edi, 46 yılı, 45 yılı qaytqan edi. Bu olaydı oylanıp atırdım. Sodan nereden vaqtda tam ravanda söyleşiyor. Yatkan gece çağda halde kız arkadan durup meni osunda kız olacak. Atım Nağima dedi. Turup bari aydan aytım kulağımda sol dыбыс bari kaldı. Sonradan koridor ötürdü. Yani bizden de yerler alabiliyoruz. Toyların içinde bulunmuş. Talay yani kızlarla, ağırlarla gezesiyemiz. Bırak soğlardan boyu neyse ötürdüğün zorlu olmuyor. Nağima'nın zoru aşkına verdi. Bana yerken gelen ağırlık oldu. Kapıyası verdi. Sol demekten gelen vazısının yerin gölgesinde gezesi aldı. Sodan biz o ağırlayın artışırsa men zarreşimizde komutluğun kısmını yotokladım. O an komutluğun keşke diyenler öğrenisi var. Sonra keşke sonra gel sosun söyleseniz desin dedi. Sodan soyu vaktinde var oylamanmış gibi Anadolu'da kongur domara tarzı. Sonra ben yer kız oylamayıp kesetmene men domaranın oynamasını domara vardı. Sonra aldı ona şey yerine otururken sonra akarın elleri kızlardan öyle öksürüyordu. Sonra Nağima'nın bana aytkanı Nağima'nın adı. İmandan sonra öyle mi olmalı? Öyle mi olmalı değil. Ben de birazdan değil. Yakında tanısı basılanı değil. Bana vardı. Bu adam koğunu ona adamdı. Gezestirden bir galibiyyet bu. Sol bayağıda var. Dıbыс esime geldi. Sol Nağima'nın önüne öğretti. Sodan Nağima'nın sen tanısın, böylesin. Yine de seni jibirmeyim. Sen beni bulursun. Hep yerde alıp olsun. Yerde toy, 300-500 şabatmamız şağın ağılda şağın toy yapızdı. Onun içinde oranın içinde şartlı öser, okşartlı öser, tövbe ağda ağaç yapraklarda yağıp sonra ötközülürdük. Meni oğlan dayında sonra 20 yıl ötközüldü. 20 yılda oğlan nasıl yaptı? Nağima'nın gezesinin kısıkta gezenleri bir parası olsun der. Rahmet. Endi қазір кезде жастар үйлене сала айырылысып кету жиі кездеседі. Сіздердің 20 жыл бойы тату-тәтті өмір сүрулеріңіздің сыры неде? Ол ең бірінші адам өзіне талап қою керек. Талап қою керек. Мен кіммін, қандай адаммын, мен жолдасымды қалай сыйлауым керек, жолдасымның көңілін қалай қалдырмай жақсы сөздерді, сыйластық сөздерді арнауым керек деген ой келді. Содан
Содан сол сыйластық, сыпайылық, әдемілік, әдемі сөзден, сыпайы сөзден барып сүйіспеншілік бар ғой. Сол ғана жақсы болуын, елімізді өмір сүруіміз, осындай жағдайда болып, енді мынау үй болғаннан кейін үй іші шынаяқтыдан сыдырлағай қоймай, соның бәріне төзімділік керек, байыптылық керек, сабырлық керек. Неғұрлым сабырлы болсам, соғұрлым ашуға жеңілмесін, соғұрлым елу жыл өмір сүруге себеп болғанда осы бұндай жағдайлар шығар деп ойлаймын. Енді өздеріңіздің отбасылық құндылықтарыңыз және ұлттық тәрбие жөнінде әңгімелеп берсеңіз. Өмір көрген көп тәжірибеңіз бар ғой. Енді біз балаларымызды үш баламыз болды. Сол үш баланы жақсы оқытып, тәрбие беріп өсірдік. Енді ол кезде осы мектебінде 90 кісі баласы дегенмен орысша берілдік. Орысша балалар орысша тәрбие, бірақ орысша тәрбиесі қазақша сөйлеп, қазақша оқып, қазақтың әдет-ғұрыптарын сақтап, сондай саналы жақсы жастар болып өсті. Мынау ат қоюдың өзінде де бір мән бар ғой. Bir баланың атын Думан қойдым. Ол енді сол Думан деген балам мархабатты суы кетіп, содан жарақат алғаннан кейін 44 жасында қайтты. Екінші баланың атын Думан қойды, Адай қойды. Танысам Адайым, танымасам Құдайым демесі. Ол бала да енді қазір кәсіппен айналысып жүр. Екінші баланың атын Дина қойды. Дина қойғанымен, атын Дина болғанымен енді Дина сияқты өнерге бейім болмады. Мен оған саған Беларусь пианиносын әперемін. Сен сонда ойнайсың, музыкант боласың деймін ғой. Жоқ, сенің Беларусь тракторың керек жоқ деп аттануға қашты. Сол балам енді істігімен тағы да толғатқан мамандықтары бар. Мынау ат қою деген өзі бір жақсы ғой. Мынау ат қоюдың бала адамның ет бауыры ғой. Балалы базар, баласы қол базарды. Сол балаға әлгі ат қоюы бар, шүйіншісі бар, бесік тойы бар, бесікке салуы бар. Сол уақыттың арым-жарым салт дәстүрлері бар ғой. Солардың бірі бір айта кететін нәрсе. Мынау Шақшақжанбек ел аралап келе жатып, Бекдәулеттердің кісінің үйіне түседі. Сол үйге түссе, үйінде жатақхана болып жатыр. Жас нәрестенің атын қою керек. Содан нәрестеге ат қою үшін енді ертеде үлкендердің, үлкен әжелер, демалса аузы дуалы қарттар қоятын. Сондықтан енді мынау баланың атын мынау жолаушы қойсын деп сөйтіп. Содан Шақшақжанбек баланы есікті көтеріп, көңілі толғаннан кейін айтқан екен. Керей деген елім көп,
ел айналар шешен бол, жағаласар жауын бол, жауға шапсан есер бол. Ел ішінде дауын бол, жұрт алдында көсем бол, жабылған жауды жабыр, шайқасқанда есен бол. Жегеге шықсаң жердегі жауының басын кесер болды. Батасын берген екен. Содан мен бұған өз есімімді берейін. Жәнібек болсын аты деп құлаған шүрет дауыстап атын қойған екен. Содан сендер күнағында менің атымды қорғатқандар, ешкімді тоқтатқандар. 18-ге келгенше бетінен қақпаңдарды депті. Мына ат қойудың өзіндегі мәнісі бар қазақтың қасиетті өмірінде. Сен домбыраға әуестігіңіз қай кезден басталды? Оны кімнен үйрендіңіз және алғашқы ұстазыңыз? Біздің байырында әншілер, домбырашылар көп болды. Бәрі профессионал болмағанымен ауылдың алты-ауыздан өлең айтатын адамдар көп болды. Мен музыка мектебінде оқыған жоқпын. Менің музыка мектебім сол ауылдағы әнші, күшілер, аталар менен ағалар, солардан үйрендім, есту арқылы. Онан біздің елде Нияз деген атамыз болды. Сол кісі домбыра тартып жүрді, обыз тартып жүрді. Одан кейін оның інісі Ишанбай Қасымов деген болды. Ол кісі де сол кісінің көбіне домбыраны мектепте самотекнисте қатынасып сол кісіден үйрендім. Ал енді профессионалды жолға түсуге дайындыққа мына 1955 жылы Петропавлға Тарболовка билетіне шығуға дедім. Сосын соны келгеннен кейін Рәман Әбдәлівпен Динамик фестивалі шақыртып айтып, соны естідім де соны істеп тауып алдым. Содан ол кісіден мен бетімді қайтарған жоқ. Октябрь, ноябрь, декабрьға дейін үш айда сол кісінің қарамағында домбыра үйреніп, нота сауат үйреніп сөйттім. Сосын ол кісі маған Ахмет Жұбановтың нота сауаты деген кітабын берді. Ол кітаптардың өзіне сақталды. Менің профессионалды жолға түсуімді сол мына Рәман Әбдәлівтің әсері оқыдым. Өйткені қазіргі радиодан естіп жүрген үйлердің бәрі сол кісіден естімейді. Мыналардың Динамик фестивалі Алматыға келген уақытта 76 жасында Динаға кім шәкірт болады дегенде оркестрлердің ішіндегі адамдардың бәрі мынау Рәман Әбдәлівпен мына Рүстем Доғанбай құймаға күлші күйлерді тартқанда қағып алатын, бір тартқанда қағып алатын, сондай керемет домбырашы Қасымбек Байтөбесін Дина ағайы оларға мына күйді былай айтам, мына қағысты былай, саусақ мына саусақпен бас деп үйретіп отырмай, сол арқылы сол Динаны қандай күй шығарса, соны қағып алып, қайтарып ойнап беретін болған. Сондай Рәман Әбдәлівпен кісі сондай керемет адам болды. Содан үйрендім. Одан 1961 жылы музыкальный 1959 жылы Петропавлдың музыкальный училищесіне түстім. Оны екі курс бітіргеннен кейін менің мұғалімім кетіп қалды. Мен үшінші курста өзімен бірге оқыған
61 жылы музыкальный школда класс ашылды. Одан кейін 1980 жылы 84 жылға дейін 4 жыл оқыдым. 80 Германия документіген екі оқушыны бітіргізіп шығардым. Одан кейін 97 жылға дейін жай қосымша сабақ беріп музыкальный училищесін 1980 жылдан 1997 жылға дейін музыкальный колледжде сабақ бердім. Одан кейін әртүрлі қалалық классикалық мектебінде, қазақ мектебінде атында жұмыс істедім. Қазақ мектебінде атында домбыра оркестрін ұйымдастырып, менің атағымды шығарған оқушылардың көбі сол қазақ мектебінде оқушылар еді. Алғашқы орындаған күйіңіз сонда қандай күй болды? Және қанша күйіңіз бар репертуарыңызда өзіңіз? Білем, Динаның, Құрманғазының күйлерін басқаларды да орындайсыз ғой? Өте көп күй сіздің. Менің репертуарымда сол кезде мынау 60 жылдарда, 70 жылдарда домбырашылар өте аз болды. Менің енді репертуарымда біз оқушыларға нотаны үйрететін болғаннан кейін менің енді жатқа беріп тататын 70-80 жақын күйлерім болды. Енді репертуарымда оқу процесінде өтетінде 300-ден артық күйлер болды. Сол жатқа соның ішінде сол елу шақты күйді жатқа ойнай келеді. Ал енді өзім мынау Нуарда училищенің екінші курсын бітіргеннен кейін шарттық күйдегі сосын бейбітшілік деген күйлерді шығарған едім. Ол күйлерден мынау Құрманғазы, Дина сияқты, Осакан Базика сияқты сондай құдіретті, сондай керемет күйлер болмағаннан кейін оны халыққа аса көп жариялаған жоқпын. Кезінде бұл күнде 1967 жылы Хайрулла Мұханов деген Ескен Калиев деген училищенің класс жетекші болған адамдар кезінде тыңдап тартып сол күйлерді тартып жүрдім. Енді оның нотаға түсіру керек болады. Жай нотаға түсіріп қоюға болады. Ал енді халыққа жариялауға сондай қажеті жоқ сияқты деп ойлаймын. Өйткені мені артық күлді шығарғаннан кейін оның енді мүмкіншілігі артықшылығы көрініп тұру керек қой. Енді құрметті оқырмандар, бұдан бері ағайдың бүкіл қызметі, өмірбаяны, отбасындағы өнегелі істерімен танысып. Енді өнерпаз отбасы деп атымыз ғой, өнерлі. Енді сол өнерлерін тамашалайық ағайлардың, ағай, апай, Диастың. Ағай, өзіңіз сол әлгі шаттық күйі дедіңіз ғой. Енді басылып, жарияланбаса да соны бізге орындап берсеңіз, сосын апай мен Диас бәріміз өнерлеріңізді көрсете беріңіздер сіздерге.
библиотекада Сабита Букановада. Келген кезде айтайын ондай
шаттық кейін тартпай мелодиясын түсіру керек еді. Рахмет, онда басқа күйді орындаймыз. Балбырау. Балбырау. Тоқтайтын емес. Kızdım kişkeni. Kız oldu. Kağıtlıkta verilme. Olmaydı o. 83'e gelip olsa domra tartışıp fırsatları. İyi oldu. Tamam. Nasıl ellerimiz, domburamız kolunda. Yazmışlar, bozuluyorsun. Vallahi. Biraz kanatlarımızda.
Fırsat verecektim ki bağımmış.